Барлығына сәлем. Естіліп тұр ғой да, сөйлей берейін. Естіліп тұр, иә. 1, 2, 3. Бәріне сәлем, сендермен мен Бүрлен, және де бүгінгі басталып жатқан өте ауқымды жаңа проектке қош келдіңдер. Бұл біздің негізі өміріміздегі алғашқы подкаст, типа подкаст біздің. Осындай керемет, қарапайым әрі өте комфорт тудыратын бір керемет локацияда отырмыз. Сондықтан бізбен бірге осындай комфортты сезініп отырғандарыңды қалаймыз. Және де енді видеоның атауынан көріп тұрғандарындай біздің басты тақырып осы ұбт-мен қатысы болмақ. Және де менің осы подкастымның басын бастайтын алғашқы қонағым ол Айым. Қандай звук қосып қоямын ғой деп өзіңді таныстырып өтсең. Барлығына сәлем, менің есімім Айым. Біз Бірленмен мектеп кезінде бірге оқыған сыныптастарымыз. Қазіргі таңда екеуміз де студентпіз. Қызық болсын, біз екеуміз де ақылы түрде оқитын студенттердің қатарынамыз. Мен Астанада оқимын, ал Бірлен Алматыда. Екеуміз негізі тағдырласпыз деп айтсақ та болады. Осы жағынан деп қойсаң. Себебі грант жауабы шыққан кезде ең алғаш хабарласқан адам Айым болған. Жылап звондап тұрмын, Айым, атың бар ма? Жоқ. Не істейміз? Біздің негізгі ойымыз бойынша, сол кездегі понятиеміз бойынша, енді ол 3 жыл бұрын болды ғой, или 2 жыл? 2020-те. 2 жыл бұрын. 2 жыл бұрын. 2 жыл бұрын болды. Ол кездегі біздің ойымызбен қазіргі ойымыз мүлде ұқсамайды. Біз өстік, дамыдық. Енді бір Алланың қалауымен жеткіміз келген жетістіктерге жетіп жатырмыз. Және де ұбт-дан кейін өмір бар екен көрсеткіміз келеді. Соны әңгіме еткіміз келеді. Себебі көп жастардың ойынша ұбт-дан құлағаннан кейін болды, өмір бітті. Мен әке-шешемнің үмітін ақтамадым, мен бүйтпедім, мен сөйтпедім деп сол жерде өзін өзі тастап жібереді. Ондай жағдай біздің де басымыздан өтті. Сондықтан бүгін осы жағынан Айымның өмірін талқылай отыра, Айымның басынан өткен жағдайларды айта отыра, және де сендерге әпкелік, былайша айтқанда кеңестерімізді айта отыра, сендерге осындай форматта подкаст түсіріп отырмыз. Енді берекелі подкаст болсын, дей келе бісміллә деп алғашқы сұрақты қойып. Қазір бүгін нешесі? Бүгін 6 тамыз. Менің білуімше ертең ұбт-ның жауабы шығады. Бүгін ертең уже. Бүгін шықпайды, жыбы шуламаса. Ертең естіп жатырмын, 7 күні негізі шығу керек. Сол біз 2023-те сондай тағдырдың тәлкегіне сол кездегі ойымызбен түскен болатынбыз. Ал қазір бізде барлығы жақсы. Құдайға шүкір, айтпаймын. Алғашқы сұрақ, ұбт-дан кейінгі ең алғашқы ойың қандай болды? ұбт тапсырып шыққаннан кейін. ұбт тапсырып шыққаннан кейін тек қана бойымда ұят сезім болды. Мен любой ашық жерге кіріп кетуге дайын болдым. Жерді ашып кіріп кетуге дайын болдым. Себебі атаның алдындағы үміттің ақталмауы бұл өмірдегі ең жаман, ең нашар сезімдердің бірі деп білдім. Сол кездері ешқандай ешкімнен қолдау күткім келмеді. Вообще өмір тоқтағандай болды. Менің ары қарай өмір сүруге құқығым жоқ сияқты болып көрінді. Аз балл алып, платкаға түскен кезде не сезіндің? Мысалы, грант жауабы шықты, сенің атын жоқ болған кезде сен қандай чувствода болды? Болды, пустота. Сен бұл өмірде ешкім емессің, өзіңнің орныңды таба алмай қалатын адам ретінде өзіңді сезінесің. Болды, сенде бір мүмкіндік болды. Өміріңде бір-ақ рет берілетін мүмкіндіктен сен айырылып қалдың деген сияқты ғой. Өзіңді бандай басқалармен салыстыру сондай болды ма сенде? Әрине болды. Жұрттың балалары сол бір мүмкіндікті пайдаланып грантқа түсіп жатқанда, сен соны пайдаланамай қалдың, сенің басқалардан қай жерің кем деген сияқты өзіңді сен де жаман адамдармен салыстыру деңгейінде болды. Не только жақсы адамдармен салыстырмақ тұрмақ, сен өзіңді салыстырудың ең төмен деңгейінде жүрдің. Жалпы негізі қазақ халқы, біздің менталитет, енді жаман тұстар болады ғой, әр менталитеттің, әр халықтың, әр адамның
тура сондай бір жаман түсі осы сәтте бізді қолдаудың орнына мысалы көптеген көршілердің ойы, туысқандардың ойы маңыздырақ болды да негізі. Себебі менің өзім жеке басымнан өтті. Менің ата-анама келіп кейбір адамдар менің балам деген оқымайтын, сенің қызың всегда биікте жүретін қыз, ол грантқа түсе алмай қалыпты, менің балам 50 бірдеңе балмен, мысалы 40 бірдеңе балмен грантқа түсіп кетті, сенің қызың ше деген сияқты осындай осуждать еткен адамдар да болды. Біз бұл темаға қазір қайта келіп ораламыз әрине. Енді келесі сұраққа көшсек, сен енді жаңа айтып отырсың да, сол бір мүмкіндікті пайдалана алмай қалдым деген сияқты. Осы құлаған сәтте енді сен өзіңе андай бір ары қарай тұрып жылжу үшін қандай мотивация бердің, өзің жылжыту үшін өз-өзіңе не дедің? Кейбір адамдар өзін қайрап та алады, кейбіреулер керісінше өз-өзін аяп жібереді деген сияқты. Сен қандай әрекетке көштің? Так, өте жақсы сұрақ, күшті сұрақ болды. Себебі, так, құлағаннан кейінгі топ іс әрекет. Сондай сұрақ қоя примерно. Құлағаннан кейінгі топ іс әрекет рисковать ету болды. Рисковать ету керек болдым. Рискнуть ету керек болдым. Өзімдегі бар нәрсемен, мендегі бар нәрсе тек қана отбасы, отбасында жылулық, сондай нәрселер еді ғой. Сол нәрселерден жырақта қалып, вот Алматыдан просто так барлығын тастап кетіп қалдым. Астанаға болды. Негізі бағана видеоның басында айтып кеткендей, айым Астанада оқиды, мен Алматыда оқимын. Қандай универде оқитынымыз құпия емес болсын, жарайды айтып қояйық. Негізі айта салайыншы, жаңа айттың ғой сен, не туралы деп, андай мнение, окружающий мнение болды деп ше, туысқандардың. Мен вот солардың барлығынан, шынымды айтқан кезде сол мнениенің барлығынан қорықтым. Туысқандарды көргім келмеді, таныстарымды, туыстарымды көргім келмеді, потому что олардың барлығы мен жан жақтан жейтін білдім да. Сол үшін басқа қалаға кетіп қалдым, негізінен сондай. Менің кететінім какой-то бір 2-3 сағаттың ішінде шешілген нәрсе. Біз просто так отбасымызбен алдық та, мен Астанаға барды, солай кетіп қалған болатынбыз. Ал қазір мен осы Тұран Алматы бар ғой, соның корпорациясы Астанада бар, Тұран Астана деген сол универде оқимын. Әр нәрсенің өз қайры бар деген нәрсеге тағы да бір дәлел болып тұр. Мен Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазір Құдайға шүкір 3-ші курс студентімін. Халықаралық қатынастар және дипломатия мамандығына түстім. Енді оны білетін шығарсыңдар, білмесеңдер, егер мен каналыма алғаш рет келіп отырсыңдар, солай. Жаңағы енді жан жақтан болған осужденияны сонда айтып өттік. Ендігі саған сұрақ, сен енді ойлашы, ешқашан ата-анаңнан олай алыс жыраққа кетіп көрмегенсің. Былайша айтқан кезде мысалы кейбіреулер интернатта оқып келіп анау кішкене бір адаптация болады да оларда. Ал сенде бұл бірінші рет болып тұр, иә, сол кезде? Иә, бірінші рет. Былайша айтқанда сен басыңдағы болып жатқан андай ойлардан, сол ұбт деген ауыр нәрседен қашып Астанаға бардың бір жағы. Және де ол жақта сенде мүмкіндік бар ма жоқ па белгісіздік болып туып тұрды да, жаңағы риск, тәуекелге көштің ше. Енді тура өз осы жолыңды басқа адам істеп көрейін ба деп сен ақыл сұрасам, мысалы, айым мен осының үстіне түспей қалдым, сен сияқты Астанаға барып осылай өз бағымды сынап көре аламын ба деген сияқты саған сұрақ қойса, сен не деп жауап берер едің? Иә, мен мамама рахмет айтамын. Негізі сол күні, сол түні ойланбастан менен бір ауыз сұрады, Астанаға кеткің келе ма деп. Мен иә деп жауап бердім. Сол сөзбен кейін мені мамам Астанаға апарып тастағанына мамаға әлі күнге дейін рахмет айтамын. Потому что маманың өзінің пландары болды. Типа, сен егер Алматыда қалған кезіңде біздің артымызды жинап, біздің үйді жинап, потому что мен жалғыз қыз болдым ғой. Бізге тамақ істеп, інілерінің артынан, нәскілер жүріп деген сияқты тема ғой. Сондай болып қалып қалатын едім дейді да. Всегда біздің артымыздан жүретін едім сөйтіп. Лучше сені бостандыққа жібергенім жақсы болды деген сияқты. Мен сол үшін мамаға қазір рахмет айтамын. Маған өз еркіндігімді өзіме ерте ұстатқандарына. Сол арқылы мен көп нәрсені түсіндім. Сосын мен Астанаға келгісі келіп жүрген адамдарға, Астанаға ой кетіп жүрген адамдарға, всегда өзім жаным ашитын адамдарға всегда айтамын. Ойланбастан Астанаға бар, ойланбастан өзіңнің шектеулі миыңда болып жатқан шектеулерді барып Астанаға барып шексіздікке айналдыр деп айтқым келетін еді.
Өте керемет жауап, маған ұнады. 5-тен 5 десең, пяти десең да. Енді негізі бұл Астанаға кету реально өте спонтанно болды. Екеуміз сөйлесіп жүреміз, себебі универде грант жауап шықпай қалады. Қазір күліп айтып отырмыз. Сол кезде айтқанбыз, мә осыны күліп айтатын шығармыз деп. Құдайға шүкір осы күнге жеткенімізге. Екеуміз сол күні жауап шыққан кезде шығып кетеміз. Болды, бізге енді үміт соңғы ойлады ғой, шынымен бір үміт болды. Мүмкін бір жерге бір хотя бы грантқа ілініп кетеміз. Бұл мида, мен мысалы жеке менің миымда вариант болмады. Мен грантқа түспей қалсам деген вариант болған жоқ мүлде. Сөйтіп екеуміз тұрдық та қалаға шығып кеттік, бүкіл универге барып, біз табалдырығын тоздырмаған универ жоқ шығар Алматыда. Почти барлық дерлік универге барып, сыртын ішін көріп, документ тапсырып, сол кезде Тұранға барып, ол жерде ректорский грантқа орын ашылып, сондай болып жатты. Мен тапсырып кеттім. Мен де тапсырдым. Иә, бізді қадап кетті Тұран. Амал жоқ енді. Но хайыр, осылай болу керек болып тұрды да. Әрекетін жасадық. Иә, біз барынша қолымыздан келгенін жасадық. Былай қарап тұрсаң, біз бір күнде осы универ аралап, бір опытный адам емеспіз да. Екеуміз де енді мектеп бітіріп жатырмыз. Мен еще әлі 18-ге толмағанмын, айым енді 18-ге толған ол кезде. Өз-өзімізге жауапкершілік алып, сол кезде 99% әрекет істедік. Сол 1% Аллахтың қалауымен бүкіл нәрсені шешіп кетті ғой, былайша айтқанда. Марғұлан Сейсенбай осылай айтады да, мен мысалы бір 60%, 50% тырыссам, онда мен өзімді кінәлай алмаймын. Жоқ, ол кезде өзімді кінәлай аламын дейді да, себебі мен 60-70%-ке ғана тырыстым. Ал мен өзімді 99%-ке осы жақта бар әрекетімді жасап, егер бұл маған болмай тұрса, онда бұл Аллахтың қалауы дейді да, маған хайырлы емес. Тура сондай болды біздің жағдайымызда. И бір күні айымға жазам, не істейміз анау, мен Астанаға кетіп баратырмын дейді. Осылай спонтанно болды расымен. Негізі осы қиын қыстау моменттерде біз өзімізге ашуланып жүріп, немесе жынданып жүріп байқамай қаламыз кейбір моменттерді, Құдайдан келген знактарды. Сол кезде менде тоже сондай бір моменттер болыпты. Как раз таки Абай университетіне барған кезде, Агуға барған кезде, именно менің очередіме келген кезде, помнишь, маған талон шықпай қалады, талон беретін қағаз істемей қалады. Именно мен подавать еткен кезде документімді сол кездері бүкіл корпуста свет өшіп қалады, одан кейін мен кетқан кезде свет жанады, бірленсен келіп свет қосылды деп маған айтып едім ғой. И вот сосын тағы да бір универге бара жатқан кезде мен бара алмай қаламын, сондай моменттер көп болды да. Вот бүкіл Алматының универі маған қарсы сияқты болып көрінді. Сол знактарды потом мен Астанаға кеткен соң осознавать етіп отырсам, шынымен де Құдай маған алдыма знактар жіберіпті, Алматыда қалмай, оянбастан Астанаға кет деген сияқты. Сол себептен соңғы үміт болса да, жан-жақтарыңызға қарап, Құдайдан келген знактарды қабылдап беріңіздер. Енді келесі сұрақ. Астанаға бардың, документ тапсырдың, уже реально грантқа үміт жоқ екен, возможность жоқ екен көрдің. Енді ата-анаңның арқасында дейікші, сол кезде ата-анамызға шынымен алғысымыз шексіз. Бізді оқуға түсіріп, осылай документ тапсырдың. Бәрібір андай сенде андай іште үміт болды ма? Болды, мен платкаға түстім, бірақ грантқа ауысуым керек деген нәрсе болды ма сенде? Или уже болды, мына хайыр жоқ, одан да мен басқа нәрсе істейін деген көштің ба? Сен қай позицияны ұстандың? Мен екінші позицияны ұстанған шығармын. Себебі маған ақшамда жұмыс істеп, ақшамда, оқуымды оқып жүріп, жұмыс істеп, маған солай күш жинап, өзімді кішкене көтеру керек болды да. Егер мен деген былбырап, салбырап, ойбай грант деп жүретін болса, мен осындай жетістіктеріме жетпейтін едім деп ойлаймын. Менің бір жағым қирап өтіп еді, қазір мен екеуінде баланс тастап жүрмін да. Сол үшін мені бұл нәрсе балансқа келді деп ойлаймын. Грантқа түспей, платкада оқып жүргенім. Негізі Айым екеуміздің өміріміз, енді әр адамның өмірі әртүрлі ғой, бірақ екеуміздің осы жердегі таңдауымыз екі түрлі да. Мысалы, Айым жұмыс жасап, ақшаны осылай табайын десе, мен керісінше жоқ, мен грантқа ауысуым керек, сол үшін мен активист болайын, сол үшін мен бүйтейін деп, бүкіл өзімнің энергиямды, бүкіл білетін барлық нәрсемді, жалпы өзімді сол универге активистикаға салып тастадым. Бұл ол жайлы бөлек тақырып болады. Жалпы негізі солай деп жатырмын да. Енді сен сол жолды таңдап кеттің.
осылай жұмысымды істейін, анау мынау. Алғашқы жұмысың қандай болды? Және де сен сол жұмыс арқылы өзіңнің ары қарай кім болатыныңды, бұл оқуды қалай оқитыныңды, енді іштегі андай бір Астанаға шыны керек травмамен келдің ғой бәрібір. Соны қалай ары қарай емдеуге болады деген сұрақтарға қалай жауабын таптың? Жаңа айтып кеттің ғой, травмамен келдім Астанаға деп ше. Вот сол травма арқылы мен көп адамдарды жек көріп кеттім. Көп адамдарды вот түсіністікпен қарауға тырыспадым, барлығын напрямую қабылдадым да. Осы адамға короче без маски қабылдадым. И сол үшін, возможно, мен универге, мені платно оқытып жатқан универге служить еткім келмеді тегін как волонтер. Сол үшін мен вообще активистка болмадым. И сол үшін өзіме рахмет айтамын, негізі активистка болмағаным үшін. Мен де рахмет айтамын. Сол, прикинь, екеуміз де реально екі түрлі ғой. Мен вообще активистка болмағым универде. Негізі сол травма арқылы мен көтерілдім деп ойлаймын. Мен дұрыс таңдау жасадым деп ойлаймын. Мен Астанаға барған кезде сразу менде ешқандай жұмыс ешнәрсе болмады ғой. Мен где-то 1-2 айдай демалдым. Өз-өзіңе келдің, короче. Келесі сұрақ. Сенің алғашқы істеген жұмысың және сол Астанадағы алғашқы тапқан табыс көзің қандай болды? Мен Астанаға барған кезде негізі мен кішкене мобилографияны оқып жүретінмін. Мектеп кезінде мен кішкене видео кішкене емес десең де. Видео түсіретінмін, өзіміздің өмір бәйтеректің страницасын жүргізетінмін. Сол кезде мақта болады. Кіріп көріңдер десең. Жүргізетінмін. Кішкене сондайға қызығушылығым болды. Бірақ Астанаға барғаннан кейін менде таңдау болды. Бізде, получается, үйдің астында магазин болады, сол магазинде требуется продавец деген жазуды көрдім. Сосын мен тұрдым да, блин, может, универ бізде 2 деңгеймен бос бола, может, осы жаққа келіп жұмыс істеймін деген сияқты. Магазинге ары өтем, бері өтем, сөйтіп ойланып өтем да, всегда шап. И сосын бір жағынан тұрдым да, сол кезде мен бір жігіт маған травма қалдырып кетеді, тағы да жетіскен. Анау мені до такой степени жылатады, анау мені до такой степени нервым айтады, короче, маған удар болып тиеді ғой. Сонда мен Астанада жалғызбын, тем более қаншама ударлар тиіп жатыр деймін да, короче, мен анаған назлы, короче, нифига себе деймін да, өз-өзімді қолға аламын да, короче, барамын. СММ-нің курсына жазыламын ғой. СММ-нің курсына жазыламын, білмеймін. Еще оқуыма ақша тауып берді мамалар, еще 300 теңге курсыма ақша тауып берді СММ-ге. Тұрамын да, мамалар непонятно ғой, не оқиын деп жатсың дейді, бір оқу оқиын деп жатырмын дейді, бірдеңе деймін. Қандай риск көрінер ма? Айта алмаймын. Менде андай ғой, вообще дам ойымда болған жоқ, сол кезде прикинь. Просто тұрдым да, папама 300 теңге берек, желательно 150 бөліп бересіңдер ғой деймін ғой. Еще тема папаға ше, папа мен қайтарып берем, яма ақша табам сосын қайтарып берем деп қоймаса, қызым қайтармай ақ қой дейді ғой папа, мәсіде жүрегім жылып кетеді ғой. 150 мың келіскенде бөліп төлеймін, сосын обучение бітеді. Мен сол кезден бастап, короче, ақша тауып бастаймын. И мені универде бір мобилограф бала байқайды да, айым қолым бос па, короче, бүгін бір съемка шығып тұр дейді, 10 мың теңге төлейді дейді ғой маған. 10 мың теңге маған ол кезде 100 мың теңгеде көрінеді ғой. Сосын тұрамда қуанып кетсем ғой, менде еще 11 айфон ол кезде бітеді ғой маған. Қазір сабақтан шықта кел дейді ғой, мен сабағым бітпеген ғой. Апайға тұрамда, апай мен срочно кетуім керек, бірдеңе деймін да. Кет қалам универден шығып, и сол съемкаға барам. Күшті бір ағаны съемкаға түсірем, видеосын күштіреп монтаждап берем. От души ма? От души прям. Сосын тұрамда өз-өзіме сеніп жүрген жоқпын әлі ше, бірақ қатты. И сосын тұрамда ана тұрады да маған 10 мың теңге ақша жібереді ғой. Сол скрин менде әлі бар. Сол скринді прям менің бірінші заработогым деп салып қойған. Мобилографияға рахмет деген сияқты. И вот содан кейін Құдай маған әрекетіне берекет беріп, өзі жол ашып берді, өзі жолдарын көрсетті. Тек қана менде 2 таңдау болды дедім ғой. Құдай сендерге всегда таңдау береді. Дұрыс таңдау жасап үйреніңдер. Неге біреулер неге сендер өздерін шектеп қаласыңдар деп таңғаламын әлі. Бай болуды таңдадыңдар, комфорт өмірді таңдадыңдар. Мен даже общага жаман деп жатқан жоқпын, но все-таки мен общагада тұрып көрмеген, мен квартирада тұрғам, короче. Даже маған өзімнің комфортым сол кезде важно болды да. Просто Құдайға полагаться етіп, өзімнің әрекетін жасап жүрдім. Сол кезде официант болып жұмысқа тұрмадым, сол кезде продавец болмадым, сол кезде более высший нәрсені таңдадым. СММ-ді оқыдым. Заман талабы болып жатқан мамандықтардың бірі. Вот, сосын соларды оқыдым, солай көтерілдім, өзім личный брендімді дамыттым. Қазір сол салада ақырын келе жатырмын. Енді бұл жағдайдың барлығы
2023-2024 оқу жылында болып жатыр да, чтобы сендер түсіну үшін. Ой, ол кезде конкуренция болмады, анау мынау деп ойларың мүмкін, бірақ наоборот, именно сол жылдары SMM-нің прям прайм кезде ойлаймын ше. Мен әлі есімде, айым бізде енді 11-ші сыныпта аккаунт жүргізіп, бізде Тоша бар, Ақтолқын бар, айым бар, именно екеусі соған прям жанын беріп сөйтіп түсіретін да. Бірақ съемканың көбісін айым істейтін, сол кезде мен деп таңғалатын. Ол кезде ютубқа съемка жасайтын, бұлар более сол мобилография жағына кетіп, Reels, TikTok сондай түсіп жүретін да, өте тренд, және де қаншама видео біздің мысалы өтімді болды. Былай қарап тұрсаң, 11-ші класстағы просто ауылда жатқан біреулердің видеосы ғой. Ауыл кәдімгі трендте жүрді, сондай да. Уже сол кезде мен байқайтын бойында сондай қабілет бар екенін, ол кезде бір қатты білім анамна болмаса да, солай түсіріп жүретін да. Мысалы, iPhone 11 кез келген қолында бар, бірақ одан ары қарай табыс жасап, оны шынымен жақсы ниетке қолданып жатқан адамдардың бірі айым болды да. Және де бастапқыда SMM-ді негізі мен оқып бастадым, рисковать етіп, 120 мың теңгеге ма солай, бірақ ол мені қадап кетті. Сөйтіп, мен наоборот, маған құдай керек емес деген сияқты ұнап бергендей болды сол кезде, бірақ мен оны тыңдамадым десең да. Сөйтіп, мен қалдым, енді солай болу керек болды. Бір күні айым хабарласады да, айтады, екеуміз сөйлесеміз ұзағынан. Айым андай адам болды, вообще пост салмайды, сторис салмайды, ары кетсе бір-екі актуальный бар, и то оны тазалап өшіп тастайды, біресе қосады, сөйтіп жүрді да. Сосын бірлен мен осындай ниетім бар, қалай ойлайсың деген сияқты бөлісті да. Мен сол кезде қатты қуанған болатын. Мен ойлаймын, алғашқы қолдаған, сенен осыны көре алған адамдардың бірімін деп ойлаймын негізі. Мен сен сұрадым сол кезде. Потому что личный брендті бірлен негізі өзінің кішкене талғамына сай жүргізіп бастаған өзінің блогын. Сөйтіп, солай басталып кеткен. И каждый салған постын, каждый салған рилсын өзіме репост жасауға тырысатынмын. Одан кейін деген кәдімгі күшті түсіретін да, мысалы менің қасымдағы подружкалеріме мақтайтынмын. Әлі күнге дейін бір-екеуі подписын мақтап жүреді. Сондықтан бірінші өздеріңдегі бір әрбір адамға Аллах тағала бір қолынан келетін бір қабілет беріп қояды да. Кейбіреуінікі ерте ашылады, кейбіреуінікі даже 40-50-ге келгенде ашылып жатады да. Мысалы, бірінші өздеріңді зерттеп көру керексіңдер да. Адам болғаннан кейін біреу істеген нәрсені сен істей алмайсың деген ондай болмайды. Сондықтан әр адам өзін дамытып, өзінің қабілетін аша білу керек деп ойлаймын. Жаңағы тақырыбымыздан енді ауытқымайық. Сенің алғашқы табысың сол болды. Біз айтып отырмыз ғой, біз ақылы бөлімге түстік, бізде стипендия ештеңе жоқ. Әке-шешеміздің ақшасына өмір сүріп жүрдік. Мен әлі де десең. Сол кезде алғашқы табысың солай болды. Енді ары қарай бұл істі жалғастырып кетуге, бұдан шынымен осындай результат шығады екен дегенге дәлел болған жағдай ол қайсы болды? Осы бірінші ситуация ма, әлде бұдан кейін тағы скачок болады ғой? Сондайға бір нәрсе итермеледі ме? Бір ситуация бірдеңе болды ма? Жоқ, просто мен ешкімге өзімді дәлелдегім келмейді. Бірақ мен қазір өзімнің сол хронологиямда қарап отырсам, жұмыс істеген, мен адамдарды обучать еткен екем, хоть на платной основе, хоть бесплатно болсын, көп адамдар менен үйренетін болды деп ойлаймын. И сосын мастер-класс өткізгеніміз мен үшін қазір үлкен жетістік болып отыр екен да. Мастер-класс деген енді ол кезде енді шығып жатқан нәрсе, мен оны деген 30-40 шақты адамға өткізіп таптым дегендей да. Ол тақырыпқа ораламыз. Оған жеке сұрағым бар. Айтпа. Полностью айтпа. Жалпы сол. Сол. Поверхностно. Трейлерға айтын. Ол мынандай болған шығар. Мен вообще ата-анамнан ақша сұрамайтыным. Вот сол. Маған деген айтады, сен вообще сұрамайсың ба, соны өзім андай таң қалып қарайтын адамдарға мен таң қалатын едім да. Неге олай деген сияқты, это же нормально деген сияқты. Бірақ реально үйдің жалғыз қызы болсам да ақша сұрамайтыным, өзімнің ақшам өзіме жетіп отыратынына мені сол устраивает қазір. Саған бір қызық сұрақ қойғым келіп тұр. Сен қашан өзіңнің мықты екеніңді сезіндің? Айым, сен осыны істедің. Айым, сен мықтысың деп өзіңді прям шын жүректен мақтаған кезің қашан болды? Мені адамдар мақтаған кезде шығар. И тосын самый яркий моменттер, самый сочный моменттер
болды, когда вот знаменитостьтер түсіресің ғой. Мгм. Вот маған екі галочкасы бар адамдар подписка жасаған, кішігірім блогерлар, кішігірім емес, мен үшін кәдімгідей адамдар ғой. Сол блогерлар маған взаимно подписка жасаған кезде мен вот түсіндім, блин, вот реально нәрсе екен ғой деп ше. И вот когда блогерлармен жұмыс жасаған кезде, когда вот кімнің бар ғой? Фариза Төрәлі, жоқ Төрәлі емес. Төрәлі, иә. Жоқ, шашы ұзын, ағаның аты кім еді, өлең айтатын, сақалы бар. Жұбаныш. Жұбаныш 80 сол. Түзу жолдарын айтатын еді ғой. Шаш ұзын гитарамен айтатын. Иә, соның қызы бар ғой, Фариза деген. Примерно түсіндім, иә. Соны түсірдім. Фотосын тасып істеп қойып. Короче, сондай адамдармен жұмыс істегенде, короче, мен түсіндім, айым сен біраз жерге барады екенсің ғой, айым сен қолыңнан келеді екен ғой деп. И вот. Қазір мен сен тағы мақтағым келіп отыр, айым десің да. Былай қарап тұрсаң, бұндай жетістікке енді біз үшін реально жетістік. Мен үшін мысалы айым жеткені ол жетістік та. Бұндай жетістікке жетуге көп нәрсе мысалы Аллах тағала жолын ашып отырды да. Ол жолы ашылу үшін айым всегда тәуекел етті. Мен өз өмірде ең жақсы көретін екі осы қағидаға сүйенемін. Біріншісі әр нәрсенің қайыры бар, екіншісі адам тәуекел ету керек. Соның бірі сол тәуекел ету. Сен осы тәуекел етуіңнің арқасында Аллах тағалаға мысалы былай қарап тұрсаң, ештеңең жоқ қой, просто тұрасың да, болды, давай дедің да, 300 000 теңге бердің, болды, кеттің да. Соның арқасында деп ойлаймын да. Келесі сұрақ, енді сенің осы уақытқа дейін ең көп тапқан табысың қанша болды, және де ол қалай жүзеге асты? Ең көп тапқан табысым ол менде, сендерде қалай білмеймін, менде аяқ астынан болды, ойламаған жерден андай топ ете салған сияқты. Маған бір ұсыныс түседі, біз осында крупный запуск жасайын деп жатырмыз, бизнес Қытайым деген сияқты. И ол Астана қаласында өте танымал блогер болатын. Сол кісінің сторисін күнде прогревпен жүргізу керек болды. Сол моментте мен сол моментке қатыстым. И сол проекттің өзіне маған 500 000 теңге түсті. И дополнительно өзімнің бөлек тағы бір проектім болған. Сонымен 700 000 теңге көтергем бір айда. Бір айда, әне. Одан басқа сен бағана айтып өттің, мастер-класс өттім, обучение болды деп. Сол жайында ашығырақ айтып өтсең, себебі екі адамның бірі обучение жасап, ондай дәрежеге жеткен жоқ деп айтсам болады. Так, мастер-классқа келетін болсақ, мастер-класс негізі өзіме жақсы деңгейде өткен сияқты еді. Бірақ ол мастер-класстың нәтижесінде біз провалға ұшырадық негізінен. Бірақ ол қателік екі жақтан деп жаба салдық ол теманың барлығын. Продюсермен жұмыс істегенде өзіміздің қателіктер деген сияқты. Негізі ол ешкім білмейді. Бұл теманы мен даже инстаграмдағы оқырмандарым да білмейді, что бұл провальный проект болғанын. И вот, бірақ бізден обучение өткен бір оқушы болды. Ол өте мықты оқушы болып шықты. Оның кейстері ол қазір тоже крупный блогермен жұмыс істейді. Бізден де, менен де жоғары табысқа шыққан. Ұстаздан шәкірт озды деген бе? Шынымен де озды. Адамның ниетіне қарай, шынымен де адам жасаған іс-әрекетіне қарай берілетін нәрсе екен, адам өзі қаласа барлығы болады. Сол себептен менің ең мықты кейстарым, 10 оқушы оқытпасам да, бір оқушым 10 оқушының нәтижесін жасап жатқанда мені өте қатты қуантады. Негізі сен айтып жатырсың, провал болды деген сияқты. Бұл провал емес, наоборот, опыт. Мысалы, қазір ең крупный деген блогерлердің өзін алсақ, оларда да қаншама осы уақытқа дейін осындай быт-шыт болған нәрселер бар, даже сотқа бірдеңе дейін апарған нәрселер бар. Ондайдан Құдай сақтасын әрине. Бірақ наоборот, бұл саған үлкен опыт болды да, және де наоборот провал емес, жаңағы айтып отырған оқушың сенің бүкіл ақылыңды, бүкіл осы уақытқа дейін өткен опытыңды, бар біліміңді соған құйдың да шын жүректен. Соның арқасында ол үлкен жетістікке жетіп отыр. Қазір расымен де ұстаздан шәкірт озды деген әңгіме болып отыр, ол рас. Сондықтан айымнан обучение түсіндіріп отыр. Осыдан кейін мастер-класс жасап жүрсің да. Енді келесі сұрақ. Шыны керек, грантқа түскендер мен платныйда оқитындар өз жалпы бөлінеді бәрібір. Білінеді ол.
грантта оқитындар көбінесе енді гранттан түсіп қалмас үшін ары бері ата анасының сені ақтамай қалмайын, жүзге қалып қалмайын деп басқаша әрекет етеді да. Біз ақылы бөлімде оқығаннан кейін білгенімізді істейміз деп айта алмаймын. Біз грантта оқитындардан да 2-3 есе күшімізді салып жатырмыз. Ол расымен. Сондықтан айтатыным, егер әрекет етсең, Аллах тағала міндетті түрде берекетін береді, басқа жолмен. Сен қаламаған, мүлде күтпеген жолмен болады да, ол рас, шынымен көзім жетіп отыр осы уақытқа дейін. Енді сен қазір енді осы өте актуалды тақырып болып отыр ғой. ұбт тапсырып, ұбт-дан құлап, сағы сынып отырған оқушыға не деп ақыл айтар едің? Топ 5 совет десің. Топ 5 емес, енді қандай ақыл айтар едің? Мысалы, осылай тура біздікі сияқты құлап қалды, жаңа списокта аты жоқ, көңіл күй жоқ, ата-ана үмітін ақтамадым, бүйттім, сөйттім деп өзін өзі тастайын деп жатқан адамға не деп айтар едің сен? ұбт деген сені өшіретін нәрсе болмау керек. Ол сені өсіретін нәрсе болу керек. Сен мен санап тұрған нәрседен плюс көре алу керексің в моменте. Соны үлгеріп қалу керексің, көріп түсіну керексің, сол нәрсені осознавать ету керексің. Мен сендерге басты айтатын нәрсем, өмірді тоқтатып қоймаңдар. Өмірді осымен бітті деп өмірді ерте сүріп тастамаңдар. Бұл тек қана басы осындай қатты болса аяғы тәтті болады, барлықтарын білесіңдер. Сол себептен естеріңді жиып, А планы болмай қалды ма, Б планына көшіңдер. Б пландарың всегда дайын болсын. Айтып тұрмын ғой, барып сразу мынандай адамдар бар ғой, грантта оқиды, бірақ официант болып жұмыс істейтін. Ол өте дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын өзім, потому что мен никогда официант болып жұмыс істеп көрмегенмін. Сол себептен кішкене жоғары нәрсені таңдаңдар, жоғары нәрсеге ұмтылыңдар. Болыпты, жарайды, грантқа түспей қалдым ба, платныйда оқы, бірақ платныйда оқимын, любой жұмысты істей беремін деген нәрсеге қадалып қалмаңдар. Кішкене заман талабына сай жұмыс істеңдер. Миларың бар, сол миларыңды пайдаланыңдар, іске асырыңдар. Тек қана қол күшіне негізделген жұмыстарға, қара жұмыстарға қарап қалмаңдар. Өздерінің денсаулықтарını да құртып, нервтарын да құртып деген сияқты. Білем, қазір барлықтарының қолдарында айфондарың бар. Сол айфондарыңды ақша табу мақсатында жақсы игі істерге пайдаланыңдар дегім келеді. Ешкімге алданып қалмаңдар. Жаңа онда советтердің барлығын ата-аналарың айтта жатар. Өмірді тоқтатып қоймаңдар. Сенің мүмкіндігің бар, сенің Құдайға тәубе етуге мүмкіндігің бар. Когда сен дыш дейді ғой, сен ауа жұтып тұрсың ба, болды, сенде барлық мүмкіндік бар. Сол себептен солай сақтарың сынбасын, бұл тек қана басы болсын, жақсы бірдеңенің басы болсын. Бұл деген сендер официант болып істемеңдер, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деген мағынада емес. Наоборот, биікке қарай өзіңнен күтпеген нәрседен де жоғарыға ұмтылу керек та адам. Бұл менің все патологым, бұдан ары қарай мен жете алмаймын деп андай тоқтап қалмау керек. Адамның арманы шұқыр болады ғой. Вообще, оның жететін, бітетін жері жоқ та. Сондықтан тек алға қарай ауқымды нәрсе ойлаған сайын ауқымды жетістіктерге жетесіңдер деген ниетте айтылып отыр. Хейт жазбаймыз десең де. Біз ары қарай жалғастырамыз десең де. Енді мен де бір өзімнің ақыл кеңесімді айтқым келіп тұр. Расымен де ұбт жолы ол оңай жол емес. Сондықтан жаңа айым айтып кеткендей, сендер өшпеу керексіңдер. Ең басты нәрсе өздеріңнің жан дүниелеріңдегі, көздеріңдегі, жүректеріңдегі отты өшіріп алмаңдар. Керісінше сендер одан ары қарай, бұл болды ма, болар іс болды, осылай саған мүмкін бұйырып тұрған да шығар. Әр нәрсенің артында қайыры болады да. Қазір наоборот сендер оттай лаулап жанатын кездерің. Сондықтан сендерге бұнымен тоқталып, шектеліп қалуға болмайды. Өздерің күтпеген жағдайда, өздерің күтпеген кезде бір чудо сияқты болып, аяқ асты бірдеңе болады да. Сендерге Аллах тағала бағана айым айтып кетті ғой, выбор береді да. Сол кезде қате таңдау жасамау керек. Сол кезде пайдаланып қалуларың керек, максимально. Өздеріңді көрсететін жерде көрсетіп қалыңдар. Ешқашан тұйықталып, өздерін көрсетпей жабылып, ой, мынау кринж, мынау анау, мынау демей, наоборот,
сол сәтті пайдаланып ары қарай өсуге талпыну керек та. Бұны бір үлкен шанс деп қабылдау керек деп айтқым келеді ше. Және де мен өзім осы ұбт-дан құлап қалған кезде қатты депрессияға ұшыраған адамдардың бірі менмін. Класста да группаммен де сөйлескен кезде менмін, себебі маған өте ауыр тиді. Мен үйдің үлкені болғаннан кейін, отбасымда 6 бала болғаннан кейін, бірақ қазір алдыларыңда отырмын. Сондықтан менің қолымнан келген нәрсе сендердің қолдарыңнан да керемет келеді. Мен жетпеген, айым жетпеген, вообще бүкіл адам жетпеген жетістікке жетуге сендер талпыныңдар. Сендердің қолдарыңнан келеді деп айтқым келеді. Осындай бір кішігірім қолдау болсын, себебі қазір ұбт-дан құлап қалғаннан кейін ата-ана бастапқыда қолдау көрсетпейді. Ондай ата-аналар өте аз, мен білемін. Бастапқыда реніш болып, бұрыс керіс, оқытпаймын, анау деген болуы мүмкін. Олардың себебі айтатын жөні бар да. Бастапқыда осылай айту мүмкін, бірақ әрбір ата-ана өз баласын жаман көргісі келмейді. Сондықтан осы жерде тоқтап қалмай, керісінше бүкіл нәрсені бір өзіндік солай болу керек болған шығар деп қабылдап, ары қарай талпына беру керек. Негізі платныйда оқыған кішкене панты ғой. Ақша төлеп оқимыз, ақшаңыз көп. Салып қоямын. Жақсы сондай ғой негізі. Бастарында бүйтіп төмен салбырап, мен грантқа түспедім демес, наоборот бастарында көтеріп, тік көтеріп жүретін адамсың. Потому что сендер білімді ақшаға сатып алатсыңдар. Ертең универге барған кезде де апайлардан требовать ете аласыңдар. Мен маған білім бергенің үшін ақша төлеп жатырмын. Маған өзіме достаточно білім бер деген сияқты сендер можете требовать. Сол себептен бастарында төмен түсіріп жүрмеңдер. Қалай ойлайсың? Мектептегі баға, жаңағы универге түскенде грант емес, одан кейін тағы да басқа да осы шешіп кететін факторлар адамның жетістікке жетуге деген жолында бір өзіндік айтсам болады, маңызы бар ма? Мысалы мектеп кезінде мен көп еститін нәрсем үлкен стереотип, мен жек көретін, беске оқитындар ертең бүйтіп сөйтіп қалады, олар тек бір заңға ғана бағынады, 3-2 оқығандар бастық болып кетеді, осы бала бастық болатын сияқты деп мұғалімдер 2-3 оқитын ұлдарға айтып жататын да. Қалай ойлайсың, бұл рас нәрсе ма? Именно сенің ойыңда қалай? Жоқ, мне кажется, бұл өмірдегі сенің қызыл алғаның, алтын белгі болғаның, сенің ұбт-дан жоғары балғаның ешқандай сені жетістікке алып келетін нәрселер деп ойламаймын. Ол наоборот сенің жеңілісінен келген жетістіктер деп ойлаймын да. Сол себептен мысалы мендегі формула мынандай: сен адам қанша көп құлап, қанша көп қиыншылық көріп, солай тағдырдың тәлкегіне, допустим, ұшыраған адамдар жетістікке жақсы жетудің формуласын, жолын біледі деп ойлаймын да. Чем өзінің бір ұбт-дан жоғары бал алып соған масаттанып, өмір бойы соның буына мастанып жүрген адамнан қарағанда, сол бір қиыншылықты көріп, оны түсініп, өзінің қателігін жасап, өзінің қателігін түсініп, солай шешімге, осознанно бір шешімге келген адамдар жетістікке жақсы жете алады деп ойлаймын. Сондықтан ол просто не ғой, өмір ғой. Саған бірде берілуі мүмкін, бірде басқа жағынан берілуі мүмкін, бір кем дүние не болса да. Сол себептен ешқандай маңызды рөл ойнай алмайды деп айтатын. Бұл рас. Ендігі сұрақ именно осы. Негізі барлық оқушыға қызық шығар студенттік өмір деген нәрсе ше. Екеумізде тағы да екі түрлі. Мен байқауым бойынша, менің анализдерім бойынша, біздің келген қонақтың айым жұмыс жолын таңдап кетті. Расымен, ода бір өте керемет студенттік өмір, вау дейтіндей өтіп жатыр деп айта алмаймын. Әрине, анда-мында қыдыры сондай болады. Бірақ менімен салыстырғанда ондай емес та. Ал менде наоборот студенттік өмір прям қатты өтті да. Насыщенный. Әлі де өтіп жатыр. Бірақ мен бір қатырып жұмыс жасап жатырмын деп айтпаймын. Мен де өзімнің жетіп жатқан жетістіктерім бар. Бизнес ашып, ақшаға деген бір өзіндік инвестиция салып дейді ғой, сондай да. Екеумізде осы жағында екі түрлі. Енді саған бір ауырлау сұрақ өзіңді. Студенттік шақ негізі оқушы сәт сияқты қайтып келмейді да. Сен осы студенттік өміріңді жұмысқа арнағаныңа, басқаша әрекет еткеніңе өкінбейсің бе?
Жоқ, мен ешқалай өкінбеймін, бірақ мойындаудан да ұялмаймын. Мен студенттік статусымды дұрыс сақтай алмадым, дұрыс өткізе алмадым. Менде студенттік шақ дегенге ешқандай ассоциация жоқ деген нәрсені мен мойындауға ұялмаймын. Бірақ өкінішті болатын еді, егер мен жатып ішер, тек қана не сабағын жарытпайтын, допустим, не универге барып жарытпайтын, сондай бір жатып ішер бір студент болсам, қолынан түк келмейтін, қайта сынып қала беретін, сондай бір студенттік шағымды депрессиямен, қиын шақтармен, бір нанға ақша таппай, тек қана доширак жеп отырумен өткізсем егер студенттік шағымды, мне кажется, сол кезде менде өкініш болатын еді. Қазір мен студенттік шақты сезінбесем де, үлкен өмірге бара жатқаннан кейін кішкене ол нені тез көріп тастадым деп айтсам болады. Мен 4 жылдың нәрсесін как будто бір 4 айда көріп тастаған сияқтымын да. Сол себепті ерте басымнан кешірдім деп ойлаймын. Мен ұтылған жоқпын деп ойлаймын. Жеңіс әлі де менің жолымда сияқты. Өте керемет жауап. Мен бұл сұрақты қойған себебім жалпы осы блогерлердің, бір танымал кісілердің подкастын көретін болсаң, енді жастардың көбінесе студенттік шағын анау мынау деп кейбір кісілер өзінің именно студенттік шағында бір танымал болып, танымалдыққа ие болып, үлкен келісімшарттарға қол қойып сөйтіп кетеді да. Соларға осындай сұрақ қойған кезде көбісі айтады өкінемін деген сияқты. Сондықтан осы сұрақты сенен сұрауды жөн көрдім. Әрине біз қазір универді бітіріп кеткен жоқпыз, бірақ енді екеуміздің өмірі прям қарама қарсы да. Бүгін ғана бір қатты мән беріп отыр екенбіз. Кейбір жағдай ұқсас, кейбір жағдай осылай деген сияқты. Сондықтан осы сұрақты қойып отырмын. Ал енді мен студенттік шағымды керемет өткізіп жатқан адам ретінде айтатын болсам, менде де осылай. Сондықтан әрбір адам өз таңдауын өзі жасайды. Ең бастысы жаңа Айым айтып кеткендей, құр отырып, ата-аналарыңа ауырлық салып, өз-өздеріңді андай реттей алмай, өз-өздеріңді түсіріп, үйтіп өзіңнің және де өзіңнің қадіріңді өзің кетіргенше, онда екі кеменің басын ұстамай, лучше бір бағытта жүрген дұрыс. Себебі екі кеменің басын ұстаған суға кетеді демекші. Одан да бір істі қатырып алған жөн. Сендерге осындай керемет ақыл. Енді подкаст аяқтайық, саған соңғы қорытынды сұрақ. Сенің жасың қазір 20-да ғой. Сен 17 жасар, 11-ші сынып оқып жүрген Айымға хат жазсаң, немесе телефон соқсаң, қандай ақыл берер едің, не деп айтар едің сол Айымға? Ең бастысы, өзіңді өзің жақсы көр. Өзіңнен басқа өзіңде ешкімге қамқор бола алмайды. Өзіңді жақсы көрмесең, сені ешкім жақсы көре алмайды. Сондықтан ең бірінші өзіңнің өміріңде өзің бірінші орында болу керексің. Сонымен қатар өзіңе инвестиция жасауды ұмытпа. Білімге аш бол. Всегда ізденіп жүр, всегда білімнің үстінде жүр. Көп тіл біл, ағылшын тілін оқуыңды тоқтатпа, жалғастыра бер. Всегда алдыға шығуға ұмтылып жүр. Сосын уақытыңды махаббатқа, бос күндерге құртпа деген келеді. Солай өз адамыңды өзің тапқанда жүрегіңде бір деп мен махаббат туралы айтпай қойыншы. Мен махаббат туралы айтатын емеспін. Тек қана 17 жастағы Айымға сол рисковать етуді тоқтатпа, рисковать ете бер. Сонымен қатар ең бастысы Құдайға деген сенімді жоғалтпашы. Құдайдан алыстап қалмашы, Құдайға всегда жақын болшы. Адамдардан қарағанда өзіңнің жаратушы иеңе көп баруға тырысшы деген келеді. Көп сол кісімен деппін ғой, көп Алламен сырласуға тырысшы. Өзіңді тыңдауға, өзіңді айнаға қарап еркелетуді ұмытып кетпеші деген келеді. Жылағым келіп кетті. Өте керемет жауап, қатты ұнады. Осымен подкастты біз тәмамдаймыз. Надеюсь, бұл соңғы подкаст емес. Бұдан ары қарай да басқа да керемет адамдардың өмірін ашып, сендерге қызықты тақырыпты
көтере беруден талмай бір берекелі ғұмыр ұзақ подкаст болғай. Және де айымның бұл алғашқы және соңғы подкасты болмасын. Ертең мысалы өте керемет жобаларда мысалы табу бар. Тағы қандай, мен өзім жақсы көретін подкасттың бірі сол табуды. Сондай үлкен керемет жерлерде бой көрсете беруіңе саған тілектеспін. Сенің де өмірің, менің де өмірім енді басталып жатыр. Осындай жасымызда, 19-20 жасымызда осындай ақылға ие болып, осындай түйінге ие болып, керемет қорытынды жасап отырғанымызға мыңда бір шүкір дегім келеді. Барлығы бір Алланың, ата-анамыздың содан кейін барып қана өзіміздің әрекет етуіміздің арқасында деп білемін. Сондықтан бүгін осылай уақытыңды бөліп келгеніңе мен рахмет. Алла бұйыртса бұл машинадағы керемет подкаст жалғаса берсін. Бұйыртса енді келесі подкастымды менімен болатын керемет үлкен студияда түсіруді нәсіп етсін. Барлықтарыңа сау болыңдар деп айтқым келеді. Аман болыңдар, бай болыңдар, бар болыңдар. Ең бастысы өздеріңді жоғалтпаңдар, оттарыңды сөндіріңдер. Всем пока. Мен айтайын бірдеме. Айтайын ба? Бірлеңге рахмет деп. Давай, айтайын. Бірлеңге көп рахмет айтамын. Осындай бірінші қонақ болып шақырып жатқанына, осындай екеумізден де мардымды сөздер шығып, жүректеріңізге жетіп отырса, нұр үстіне нұр. Әрине, бірлеңге рахмет айтамыз. Жаңа өсіп келе жатқан біздің келешек ұрпақтарға дейміз ба, келешек жастарға Мағжан сияқты біз де сенеміз. Ең басты өздеріңе сеніңдер. Так, прям күшті актуальный теманы ұстап қалдым деп ойлаймын. Солай, көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше көріскенше. Давай.